Бәріңізге сәлем, менің есімім Мұлайым. Маған ерекше бала болып туылуға бұйырған екен. Менің қанатым немесе үш көзім жоқ, бірақ та мен ешқандай ауруды сезінбеймін. Мүлдем сезбеймін. Бұл жайлы бірінші рет естіген адамдар өте қатты таңғалады. Достым, бұл керемет қой, деп айтып жатқан адамдар өте көп. Қоршаған ортамдағы адамдардың барлығы бұны керемет деп ойлайды. Ыстық затты ұстап алсам да ешқандай ауру сезілмейді. Қолымды кесіп алсам да, аяғымды ұрып алсам да, және де қолымды қысып алсам да ештеңе сезілмейді. Көбісі бұны супер қабілет деп айтып жатады, мүмкін солай да шығар. Бірақ та бұл менің супер қабілетім маған көбінесе зиянын тигізеді. Туылғанымнан бұл қабілетпен өмір сүріп жатырмын, сондықтан үйреніп кеткенмін. Үшкір заттардан қашық жүремін және де өзіме бірдеңе соғылып кеткенін қадағалап жүремін. Осылайша дәрігерге уақытында қаралып отырамын. Бұл қабілет кішкентай кезімде маған, менің ата-анама көптеген кері әсерін тигізді. Басқа да қарапайым балалар секілді мен де жүгіргенді, секіргенді, жануарларды ұнататынмын. Басқа балалар бір жерін ауыртып, аяғын сырып алған болса, ата-анасына баратын. Менің ешқандай жерім ауырмайтын болғандықтан, бұндай жағдайды көбінесе түсінбейтінмін. Менің бір жерімді ит тістеп алса да, ауыр жарақатым болса да, ештеңе болмаған секілді үйге қайтып оралатынмын. Менің бұндай түрімді көрген анам өте қатты таңғалып енді абайлап жүруімді сұрайтын. Бұл жерде қандай жаман нәрсе бар деп ойлайтынмын, әсіресе ер балдарға. Кішкене аяғымды сырып кеткенге не болсын, мен болашақ еркек емеспін ба? Және де осы үшін мені көшедегі балалар өте қатты құрметтейтін. Ал қалғандары менен өте қатты қорқатын, өйткені мен ауруды өте жақсы шыдайды деп ойлайтын. Бірақ та ауру деген сезім мен үшін жоқ еді. Көшедегі сыйлы жігіттердің біріне айналдым. Және де мені достарым өте мақтанышпен айтатын. Осы үшін де басқа көшелерден менімен танысу үшін балалар келетін. Бірақ та бұның барлығын бір жағдай өзгерткен болатын. Мен 9 немесе 10-да болатынмын. Достарымызбен бірге осы ағаштың ең жоғарысына кім міне алады екен деп ойланып жүрген кезіміз еді. Достарыммен бірге содан кейін кетіп қалдым. Бірақ та өзім артынан келіп, ол ағашқа мініп көруге тырыстым. Содан кейін достарыма айтып, бәріміз бірге мінеміз деген ой болды. Бар күшімді жинадым да ағаштың жоғарысына мінуге кірістім. Мен шапшаң болғандықтан бұл өте маған оңай болды. 1-2 минуттың ішінде өте жоғары мініп алдым. Және де жерге күлімсіреп қарап тұрған кезде аяғым тайып құлап кеттім. Бұл жерде қанша жатқанымды білмеймін, бірақ көзімді ашқан кезде таныс ағашты көрдім. Жапырақтардың үстіне құлаған екенмін. Онда менде барлығы жақсы деген ойда болдым. Және де келесіде достарымды өте қатты таңғалдыратыныма қуанышты болдым. Қайтар жолда ешқандай досымды кездестірген жоқпын, бірақ оларды ертең таңғалдыратыныма сенімді болдым. Үйге қайтып оралдым. Анамды шақырдым да аяғымның бауын шесіп жатыр едім. Сол сәтте анам маған жақындап келе жатқанын байқадым. Және де мені көріп өте қатты шошып, шыңғырып жіберді. Және де анам өзінің телефонын іздей бастады. Мен не болғанын түсінбедім. Және де жердегі қанды байқадым. Осы сәтте бірдеңе дұрыс емес екенін түсіндім. Біз ауруханаға барған кезде менің арқамда әйнектер және де үлкен жара бар екенін білдік. Шамасы мен құлаған жапырақтардың ішінде әйнектер мен үшкір заттар болған. Осылайша ауруханада 1-2 апта жаттым. Дәрігерлер маған келіп, келесі жолы бұндай жағдай болатын болса, бірден келуін ескертті, және де мені емдеп үйіме қайтарды. Үйге қайтып оралған соң, менің қауіпсіздігім жайлы ұзақ әңгіме күтіп тұрған еді. Ата-анам маған қандай да бір тоқтардың немесе жан-жануарлардың маған қауіп төндіретін заттардың қасында ойнамау керектігін айтты. Бұндай оқиғаларды өзім іздемейтінмін, бірақ та осыдан кейін абайлап жүретін болдым. Мен 15 жастамын, және де менің қабілетім әлі де менімен бірге. Кейбір адамдар бұған өте біртүрлі қарайды, бірақ та бұл қабілетімді тиімді жағынан пайдалана білдім. Мен үлкен балалармен ерегісіп қалсам да, олар мені ұрған сәтте олардан қорықпағанымды байқап, олар маған жақындамауға тырысатын. Қазіргі таңда мен спортпен айналысып жатырмын. Және де спортта көптеген жетістіктерге жетуге бұл мүмкіндік жасайды. Осылайша мен өзімнің техникама көңіл бөліп, өзімнің қарсыластарымды жеңіп жүрмін. Және де мен өзімнің бұлшық етім ауырғанын сезінбеймін. Сол себепте де басқаларына қарағанда көп жаттығу жасаймын. Шкафқа отырған ауыртады дейді, мүмкін валетке қатысатын шығармын. Бұның ішінде мен дәрігерге барғанда да мүлде қорықпаймын.
Ол өзінің бор машинасын қосса да, ол жерде қорқып дірілдемеймін, өйткені ауырмайтынын білемін ғой. Тіпті бірнеше дәрігер де мені қорқытпайды. Бұл қабілетімнің өзінің жақсы тұстары да бар. Бірақ бұның өзінің жаман тұстары да бар. Өйткені басқа адамдар өзінің бір жері ауырғанын сезген болса, емханаға келетін болса, ал мен болсам басқаларына қарағанда көбірек келуім керек. Өйткені осылайша өзімнің ауруым бар екенін білемін. Басқа адамдарға өзінің дене мүшесі ауыру арқылы сигнал беретін болса, менің дене мүшем мұндай сигналдарды бермейді. Осылайша өзімнің дәрігерге қаралып тұруым керек болады. Егер де біреу маған бұндай қабілет өте керемет қой дейтін болса, мен өзімнің оқиғамды айтып беремін. Осылайша бұл жағдай ондай қатты керемет екен емес екенін түсіндіремін. Сіз каналға жазылмаған болсаңыз, төмендегі подписаться деген кнопканы басып, қасында қоңыраушаны басу арқылы алдағы болатын видеоларды жіберіп алмайсыз. Және де лайк кнопкасын басып қойсаңыз, сіз секілді керемет көрермендерім көп болады.